Ма бірінші сыныптарға 43-ші сабақтың ашық сабағы шықты. Ана тілінен тақырыбы нанды қадірлейік сөйлем. Алдымен оқушыларды орындарынан тұрғызыңыздар да мына слайдты полный экранға ашыңыздар. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз нанды қадірлейік сөйлем тақырыбын өтеміз. Саламат. Кәнеки балалар, көңіл күйлерің қалай? Ендеше мына өлең жолдарын қайталап сабаққа назар аударайық. Амансың ба, алтын күн? Бірге қайталайды. Амансың ба, көк аспан? Аспан нұсқасы. Амансың ба, достарым? Амансың ба, ұстазым? Алтын күн дегенде қолымен күн жасайды, көк аспан дегенде аспанды нұсқайды, достарым дегенде қолдарынан ұстап жоғары көтереді, ұстазым дегенде мұғалімді нұсқайды. Енді үй тапсырмасына мынандай көктем деген мәтін берілген екен. Бірінші сыныпта үй тапсырмасын қатты аса сұрау жоқ қой, сонда да қосып қойды. Мұғалімдер қосшы деп сұрағасын. Мына көктем мәтіні бойынша сұрақтарға жауап береді. Қазір көрсетейін. Бұл жерде асықты басамыз, сосын сұрақтарға жауап береді. Сандыққа саламыз, сұрақ шығады. Мәтін бойынша мәтін авторы сұраққа жауап берген сайын мінекей асық сандыққа кіріп отырады. Тездетіп жауап бере қойсын. Енді балалар, кәнекей қараңыздар. Мына балаға қарайықшы. Ол дүкеннен нан алып, үйіне асық бара жатыр. Біз мына береке тасыған баланы үйіне апаруға көмектесейікші. Ол үшін мына сұрақтарға жауап беру керекпіз. Әрқашан дастарханда бізде не болады? Нан болады деп айқайлайды ғой. Дұрыс, сұрақтың үстін бір рет басамыз. Нанды неден дайындайды? Ол нан дейді. Бірінші сынып қой енді болады. Нанды кімдер дайындайды? Енді олар әртүрлі жауап береді. Аспаз, наубайханашы, дүкенші деп. Дұрыс деп айта беріңіздер енді. Жетелеп жіберіңіздер. Нанды жерге тастауға бола ма? Жоқ дейді ғой. Неге? Өйткені нанды қадірлеу керек. Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымызда нанды қадірлейік және сөйлем. Ал ендеше сабақтың оқу мақсаттарымен танысайық. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары: біріншіден тыңдалу материалына қатысты өз ойын білдіру. Екіншіден сөйлемді бас әріптен бастап жазып, соңына тиісті тыныс белгіні қою. Одан кейін ары қарай жалғастырамыз. Балалар, сөйлемді есімізге түсірейікші. Сөйлем не еді деп мына сөйлемнен өткенді қайталайсыңыз. Мейлінше тезірек болыңыздар. Сосын мынандайда тек көрнекілік қойған, жазып қойған, слайдқа салып қойған. Ал ендеше нан дастарханға қалай келеді? Мәтінді оқымас бұрын мына жасанды интеллект көмегімен жасалған мультфильмді тамашалайық. Трактор көлігіне балалар жер жыртатын құрылғыны жалғап, егістік алқабына жібереміз. Ол көктемде бидай егетін алқапты жыртатын құрылғысымен жерін жыртып, дән себуге дайындайды екен. Содан соң оның тырмалайтын бөлігімен ол жерді тырмалап, баптап, дәнін себеміз. Және шыққан бидайды комбайн көлігімен комбайншы орып шығады. Ол бидайдың барлығын орып, бидайды жинап, оны диірменге апарады. Диірменге ол бидайлардан ұн тартып шығарады. Қапшық ұндарды шығарып, оны тракторге қайтадан салып, ұнды қайда апарады деп ойлайсыңдар? Дұрыс, наубайханаға апарады. Ұнға түрлі жұмыртқа, ашытқыш, су қосып былғап, қамыр дайындап, қамырдан наубайханадағы пешке салып, түрлі нан дайындайды екен. Мінекей осындай тамаша мультфильм. Балалар, түсіндік пе? Ендеше мәтінге кірісейік деп, мына мәтінді, мына жерде енді өткен жылғы сабақ қой дайындағаным, содан қалған жасанды интеллекті бар. Енді былтырғы мен биылғыны салыстырыңыз да сәл. Сол кезде мына интернеттен сурет алып, соны сөйлесіп қойыппын ғой. Нан еңбекпен табылады. Диқандар көктемде жерге тұқым себеді. Одан егін өніп шығады. Оны жаз бойы күтіп баптайды. Енді уақыт алады десеңіздер, бұны алып тастаңыздар да өздеріне одан гөрі мәтінді түсініп оқы дейді ғой. Балаларға оқытасыздар. Әркімге бір сөйлемнен, екі сөйлемнен жақсы оқитындарға. Сосын сұрақтарға жауап береді. Яғни нан қалай табылады? Еңбекпен. Ең бірінші не істейді? Диқандар көктемде тұқым себеді. Одан кейін не өніп шығады? Егін. Өстіп сұрақ қоясыңыз жетелеп. Ал енді айтпақшы, өйтіп қоймаңыздар сұрақты. Тек мәтінді оқытыңыздар. Сол мәтін бойынша сұраққа тәтті бауырсақ әдісі бойынша жауап береміз дейсіңіз. Мәтін қалай аталады? Нанды қадірлейік. Сосын жауап берген бала тақтада экраннан мына бауырсақ қосуды басады. Мінекей қараңыздаршы, қызға бауырсақ келді. Келесі сұрақ. Нан қалай табылады? Сұраққа жауап берсін. Не себеп? Жаңағы мәтін бойынша сұрақтар осында тұр. Қыздың бауырсағы толып жатыр, көріп тұрсыңдар ма? Мінекей біз тәтті бауырсақты қызға пісіріп көмектестік. Ендеше жазбаша жұмыс жасаймыз деп, ұжымдық жұмыстан кейін жеке жұмыс жасаңыздар. Бұл жерде сөйлем құрау керек. Еңбекпен нан табылады. Алдымен яны жаздырып аласыздар. Сосын нан еңбекпен табылады.
оны сондықтан қадірлеуіміз керек. Сондықтан оны қадірлеуіміз керек деп мына жерге көшіртесіздер. Мейлінше тез болсын. Балаларды үйретіп қойыңыздар. Мырқырап жазып отыратындарға жаңағы болдың ба иә деп қоя сал қаламда деп кейін көшіріп аласың деп та. Ал енді жұптық жұмыс. Мынаны жұптық жұмыс парақшасы етіп қойдым. Шығарып бересіздер, балалар табады. Дәнді дақыл, тары, жер жыртатын құрал, соқа, астық кептіретін орын, қырман, астық оратын мәшине, комбайн, нан пісіретін адам, мынау байқанашы. В общем, мына жерге сол сөздерді көшіріп жазу керек қой. Егер мынаны алып тастасаңыз болады. Мынаған да жазады ғой, не істейді мынаған қайтадан жазып. Дәптерде қалса қалай берсін. Дәптерде осындай орын бар екен бірақ. Ал енді сергіту сәтті, негізі маған мынау ұнап еді. Алақанмен жасаймыз дәмді үлкен бауырсақ. Ұнымызды иіміз, бауырсақты сағынсақ. Ұн түйірін шашпаймыз, аяқпенен баспаймыз. Ас адамның арқауы, ойымызға сақтаймыз. Егер сендерге мынау ұнаса, мына жиды алып тастасаңыз болады. Дәл осыны мына әжем сөйлетіп қойдым ғой, бірақ мына қимылын жасаттыра алмадым да. Дәл осындай қимылды жасаттыра алмадым, бірақ сонда да Алақанмен жасаймыз дәмді үлкен бауырсақ. Ұнымызды илейміз, бауырсақты сағынсақ. Ұн түйірін шашпаймыз, аяқпенен баспаймыз. Ас адамның арқауы, ойымызда сақтаймыз. мына әжеге мынаның қимылын жаттап алып, әжені қосып қойып, в общем, екеуінің біреуін алып тастайсыңыз ғой. Өздеріңіз біліңіздер. Мына әже де күшті, мынау да күшті. Екеуін бірдей тұруға болмайды. Ал енді бірінші топтық жұмыс жасаймыз. Бірінші топтың тапсырмасы, қараңыздар, мыналарды қиып бөлек таратып бересіздер. Соны мыналар бірінші не істейді, екінші не істейді, үшінші не істейді, төртінші не істейді, тұру керек. Мына көрнекілігін қазір көрсетемін. Мына не знаю, розовый, мынау көгілдір, көк, сол жазулар бар ғой, бөлек тұр көрнекіліктің ішінде. Енді құмырсқаның тапсырмасы, мына жерде мынаны да нан қалай табылады, соны мына жерге жапсырады. Ең біріншіне мысалы көктем келеді, сонда не қояды, бидай егеді, комбайнмен жер жыртады. В общем, бірінші, екінші, үшінші деп мына реттілікпен қойып шығады. Жапсырса болады, липучкамен жапсырса болады артына. Мына жерде сөйлем құрау керек. Нан қоқымын шашпай тұр. Нан қоқымын шашпай жапсырады. Торғайларға тастау керек. Торғайларға тастау керек. Осылай құрайды. Енді мынау кері байланыс бір жағынан. Кәнекей тыңдайық. Балалар, маған бауырсақты алып беріңдерші. Ал алды үргесерге бауырсақ берейік. Үстінен бір рет түртеміз бауырсақтың. Бүгінгі сабақтан не үйрендік? Нанды қадірлеу туралы және сөйлем туралы. Тағы бір рет басамыз, алдар көшенің аузына келіп түседі. Екінші сұрақ. Нан дастарханға қалай келеді? Алдымен көктемге егін егеді, бүйтеді, сөйтеді айтады. Үстіңгі жағын жазу тұрған жақтан баспаңыздар. Үстіңгі жақ немесе астыңғы жағынан басыңыздар. Төрт үстіндеден басуға болмайды да, көрініп тұрған. Үшінші сұрақ. Сөйлем соңынан не қойылады? Айтады ғой енді. Келесі. Бауырсақ сөзімен сөйлем құра. Мен бауырсақ жедім дейді ғой. Әже менің бауырсақ пісірді, дәмді бауырсақ пісірді. Осылай. Керемет ойын ғой. Ал енді ең бірінші сыныпқа ұнайтыны осы. Ана қымызының ішінде аузыңыздан не сөз шығады? Сәлематсызбадан бастап, сау болуыңызға дейін. Смайликті шығарғанда не айту керек? Алдар көсені шығарғанда не айту керек? Мына бауырсаққа жоқ. Мына бауырсаққа не айту керек? Соның бәрі от үйде жазылған. Қымызының ішінде егер кішкене тіл байлықтары жоқ, сондай мұғалімдер болатын болса, мысалы да бәріміз керемет емеспіз ғой. Сол қымызға қарап дайындалсын. Көрсетіп шығайын. Так, 130-шы бұйрық бойынша жасалған. Барлығы бар, өшім. Содан кейін көрнекіліктерін көрсетіп шығайын мына жерде. Тақырып нет. Мынау ғой. Көрнекіліктері топтық жұмыстар міне. Кішірейтейін. Міне мынау бөлектір қиып аласыңыздар да липучкамен жапсыру керек. Мынау да бөлектір қиып алып мынаның үстіне жапсыратын. Мынау да сондай. Түсіндіңіздер ғой. Ол мынандай Word форматта тұр. А3 қылып шығарасыңыз. А4 қылу үшін размерінің бәрін жөндеу керек. Өздерің жөндейсіңдер, маған сол үшін соқпаңыздар. Так, мынау жасанды интеллект алдар көсе, мынау мәтінді оқыған әже, маған айттым алып тастауға болады деп. Мынау жи мәтін, жаңағы мультфильм бар ғой, нан дастарханға қалай келеді. Мынау психологиялық ахуал, мынау сабақтың мақсатын оқыған мұғалім, мынау сергіту сәті әже, мынау жұптық жұмыс. Мынаны қиып бересіздер ғой, екі жұпқа біреуін. Мынау мадақтау карточкалары. Айтпақшы. Мынаны шығарып әр сабақ, әр емес, әр тапсырманың соңында немесе сабақ соңында жаңағы не істейсіздер. Беріп жүресіздер. Мынау сергіту. Мына қыздікі да. Мынау сөйлем деген плакат шығарып тақтаға іліп қойсаңыз болады. Енді барлық жұмысын көрсеттім. Сабақ ұнаған болса маған жекеге жазыңыздар. Босқа звондап, телефон соғып мазаламаңыздар. WhatsApp-қа жазып жіберіңіздер. Қолым тиген кезде қараймын. Және де слайдты әбден меңгеріп алыңыздар. Мен тек компьютерға жауап беремін. Ешқандай да біреудің классындағы интерактивті тақтаға, панельге жауап бермеймін. Сондықтан оны білетін адамдарды шақырып
көрсетіңіздер, мынау қалай ашпай жатыр деп. Мен мына сабақ жасаған кезде менің өзімнің сыныбымнан тексерем, одан көрші сыныптан тексерем. Яғни барлық сыныптан ашатын қылып дайындаймын. Егер мына видеолар ашпай жатса, компьютеріңізге жаңа программа орнатыңыздар. Сосын слайд-шоу кейбір ноутбуктарда показ слайдов деп тұрады. Соны басып, мына сначала деген бар. Соны үйреніп алыңыздар. Мұғалім емессіздер ме? Маған дәм болсын заттар үшін бостан босқа уақытымды кетіріп телефон соқпаңыздар. Осы видеоны сабағыңыз жақсы өтсін десеңіздер, осы видеоны до конца қарау керек қой, от и до. Енді қатты айтсам ренжімеңіздер, менде адам көп хабарласатын. Сондықтан уже мінезі болғаннан кейін айтам да. Ал сау болыңыздар, сабақ қажет болса хабарласыңыздар.